Сейсенбі күні әкімшілікте өткен аппарат жиынында Теміртау қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы болып Есенова Айғаным Сағындыққызы тағайындалды. С 2015 года на государственной службе работала главным специалистом этого же государственного учреждения. С 2016 года в настоящее время работала заведующей сектором предпринимательской промышленности ГУ отдел предпринимательства и сельскохозяйства города Темиртау. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің орта білім беру ұйымдарында 2018-2019 оқу жылының басталуын, ұзақтығын және каникул кезеңдерін айқындау туралы 2018 жылғы 5 шілдедегі нөмірі 322 бұйрығына сәйкес 2018-2019 оқу жылы 1 қыркүйекте басталады. Оқу жылының ұзақтығы мектепалды дайындық сыныптарында 32 оқу аптасы, 1-ші сыныптарда 33 оқу аптасы, 2-ші және 11-ші сыныптарда 34 оқу аптасы. Мейрам күндеріне түскен сабақтар оқу бағдарламасы мазмұнының кіріктірілуіне ескеріле отырып, қайталауға арналған сағаттар есебінен келесі жұмыс күндеріне ауыстырылады. Оқу жылы барысында каникул кезеңдері 1-11 сыныптарда күзгі каникул 7 күн, 29 қазан мен 4 қарашаның арасы, қысқы каникул 10 күн, 31 желтоқсан мен 9 қаңтардың қоса алғанда, көктемгі каникул 13 күн, 21 наурыз бен 2 сәуірді қоса алғанда. Мектепалды даярлық сыныптарында күзгі каникул 7 күн, 29 қазан мен 4 қарашаны қоса алғанда, қысқы каникул 14 күн, 27 желтоқсан мен 9 қаңтарды қоса алғанда, көктемгі каникул 15 күн, 21 наурыз бен 4 сәуірді қоса алғанда, мектепалды даярлық сыныптарын 1 сыныптарда 7 күн мерзімде, 4-10 ақпанды қоса алғанда қосымша каникул беріледі. Үстіміздегі жыл мектептерге жаңа оқулықтар алу үшін 312 миллиард 607 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржыға 3-ші, 6-ші, 8-ші сынып оқушылары үшін жалпы саны 217.351 дананы құрайтын оқулықтар сатып алу жоспарланып отыр. Бүгінде бұл жоба барысында 14 басылым мен келісімшарттар жасалды. Оқулықтардың алғашқы партиясы 15 тамызда қабылданды. Ал қалған оқулықтар ағымдағы айдың 20 тамызында жеткізілді. Оқулықтарды жеткізу бойынша көлік қызметі үшін 3 462 000 теңге қаржы бөлінді. Приобретено 9 предметных кабинетов за счет местного бюджета на сумму 57,8. Мектептердегі 9 кабинетке заманауи жабдықтар алу үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен 57,8 миллион теңге сомасында қаржы бөлінді. Барлық жабдық келісімшарт бойынша қыркүйек айында жеткізілетін болады. Қаламыздағы 10-шы, 20-шы, 7-ші мектептерде химия кабинеті, 9-шы, 1-ші, 21-ші орта мектептерде биология кабинеті толығымен жаңартылады. Биылғы жыл қаламыздағы білім ошақтарын заманауи түрдегі құрылғылармен жабдықтауға бюджеттен 580 миллион теңге қаржы бөлінді. Жиын барысында қала әкімі Ғалым Әшімов білім беру сапасына басты назар аудару қажеттігін айтты.